Қанттың денсаулыққа тигізетін 10 зияны. Күнделікті өмірде адам 22 қасық қант қолданады. Бұл айтарлықтай денсаулыққа зиян алып келуі мүмкін. Мысалы, артық салмаққа, есте сақтау қабілетінің нашарлауына алып келеді. Және бұл толық тізім емес. 1957 жылы британ профессоры нутриолог Джон Юткин жүрек аурулары және басқа да созылмалы аурулардың бірден-бір себебі май емес, осы қант екенін дәлелдемек болды. Ең алдымен қанттың зиянына келсек. Тіс жегі ауыз қуысындағы бактериялар қарапайым қант жегенде пайда болады. Нәтижесінде тістің эмалі да құртылады. Сондықтан стоматологтар тісті сақтау үшін қанты көп тағамдарды қантты қатаң түрде аз қолдануға кеңес береді. Үнемі қарныңыз ашып жүреді. Лептин гормоны миға тойғаныңыз жайлы сигнал береді. Ал фруктоза болса лептиннің миға жіберетін хабарына тосқауыл болып, үнемі қарын аштыратын сезім тудырады. Артық салмақ қосу. Жай ғана бір орында отырып артық салмақ қосудың басқа да амалы бар. Ол қантты өз рационыңызға үнемі қосып жүру. Бұлай сіз жылдам салмақ қосасыз. Ал бір салмақ қосып алғаннан кейін одан арылу қиынға түседі. Тәттіде өте көп мөлшерде калория бар. Қант диабеті. 1991-1999 жылдар аралығында зерттеу жұмысында қантты көп сусындарды, шырынды көп ішкен адамдардың диабетке шалдығу қаупі жоғары болған. Семіздікке алып келеді. Егер сіз күн сайын бір стакан лимонад немесе кез келген тәтті сусын ішсеңіз, бір жылда 6 килограмм салмақ жинайсыз. Әрбір қосымша тәтті су ішу семіздікке алып келеді. Бүйрек ауруына шалдықтырады. Тәттіні көп қолдану бүйрек ауруына да алып келуі туралы түсінікте бар. Және бұл шынында уайымдайтын нәрсе. Қан қысымының көтерілуі. Қант сонымен қатар артериялық қан қысымының көтерілуіне де алып келеді. 4258 үлкен кісілерге жасалған зерттеу жұмыстарында ешқашан гипертониямен ауырмайтын адамдарда күніне 74 грамм қант қолданған. Нәтижесінде қан қысымы көтерілу ауруына шалдығуы да қаупі артқан. Фруктоза қан қысымының бір орында қалыпты тұруына кедергі келтіреді. Тәуелділік. Бұл тәуелділік дәлме-дәл зиянды әдеттерге тәуелділік секілді. Темекіден арылғысы кеп жүрген адамдардың тәтті көп қолданатынын да көрген шығарсыз. Когнитивті қабілеттіліктің төмендеуі. Семіздік пен диабет когнитивті қабілет пен Альцгеймер ауруына байланысты. Соңында тұз байлауға алып келеді. Ал сіз қантты жиі қолданасыз ба?